Осы күні ақылды қала тұрғындары көбіне қоғамдық көлікпен жүретін болды. Себебі дәл осы көлік түріне барлық жағдай жасалған. Олар қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақ және оңай картасы. Иә, бұлар шынымен де тұрғындарға пайдасын тигізіп жатыр. Ал бүгінгі шығарылымға себеп болып тұрған инновациялық шешім электронды жүргізуші көмекшісі. Енді бұрынғыдай әр аялдамада контролерлер тұрмайды. Ол жұмыстың барлығын смарт жүргізуші көмекшісі атқарады. Жүйе автобустардың интервалын реттеп, жүргізушілер жұмысын онлайн режимде бақылайды. Ақылды аппараттың тағы да қандай ерекшелігі бар? Электронды жүргізуші көмекшісі қалай жұмыс істейді? Алдағы 10 минутта біз осы сауалдарға жауап іздеп, тақырыпты тарқат айтатын боламыз. Тізгінші мен Өмірән Уәрбек, армысыздар? Бұл ақылды қала бағдарламасы. Электронды жүргізуші көмекшісі қаламыздың муниципалды автобустарының барлығына орнатылған. Құрылғы бұрынғы контролерлердің жұмысын атқарады. Кезінде олар әр аялдамада қоғамдық көліктердің арасындағы уақытты айтып, жарысты қыздыратын. Қазір осы ақылды көмекші орнатылғалы, автобустар орнаған тәртіп бойынша тұрғындарға қауіп төндірмей жүретін болған. Ақылды аппарат ең әуелі қарапайым халыққа арналып жасалған. Олай дейтініміз, бұл құрылғы қоғамдық көліктер арасындағы арақашықтықты сақтап, бір аялдамада ұзақ тұрып қалмауын және ережені бұзбай жүргізуін бақылауға мүмкіндік береді. Смарт көмекші толықтай Қазақстанда құрастырылады. Осы құрылдың барлық модульдері Қытай, Ресей мен Тайванда сатып алынады. Корпусы Германияда берік пластиктен біз үшін жеке әзірленген. Жүргізуші көмекшісі біздің республикада Алматы қаласындағы технологиялар саябағында құраластырған. Жүргізуші көмекшісі әлемде теңдесі жоқ және 100% қазақстандық өнім болып табылады. Электронды жүргізуші көмекшісі осы цехта жиналады. Ішіндегі барлық жабдықтарды осындағы мамандар санаулы күнде құрастырып бітеді. Басында біздің мамандар барлық модульдерді құрастырып платаға өндіреді. Содан кейін құрылғы электр жүйесін тексеруін өтеді. Сонымен біздің мамандар құрылғының барлық модульдерді тексереді. Мысалы, дисплей, тачскрин, смарт-карта сияқты модульдер. Құрылғы барлық тексеруден өткен соң көмекшіге бағдарлама орнатылады. Соңында ақылды аппарат бас инженердің тексеруінен қайтара өтіп, сертификациялау бөліміне жіберіледі. Толық тексеруден өткеннен кейін сыртын жинау жұмыстарына ойысады. Ақылды жүргізуші көмекшісінің іші смарт жабдықтарға толы. Аппарат 3 тілде қызмет көрсетеді, яғни қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпарат алуға болады. Және де әрбір модульдерін айтып өткенде GPS, GSM модульдер құрылғының бағыты мен қай жерде орналасқанын көрсетіп, жүргізушімен хабарлануға мүмкіндік береді. Микрокомпьютер құрылғының барлық модульдерінің жұмысын бақылап тексереді. Смарт жүргізуші көмекшісі диспетчерлік орталықпен жұмыла жұмыс істейді. Олар ақылды аппарат арқылы автобустарды осы орталықта бақылап отырады. Егер көлік жүргізушісі қандай да бір ережені бұзатын болса, онда орталықтағы мамандар тізгіншіге бірден қоңырау шалып, ескертпе жасайды. Біз қарайтынымыз олар интервал бұзылуы мүмкін. Әр водитель, мысалы, бір водитель парктен шығып, басқа жақ кетіп қалуы мүмкін. Біз оларды водительмен хабарласып, линияға қоямыз. Бір жағдай болады, водитель тыңдамасыз, біз оны паркке звондап, директоріне бәрін қабылдап, жаңаға айтып береміз.
Диспетчерлік орталықтағы мамандар кез келген бағыттағы автобустарды осында бақылап отырады. Мұнда әр диспетчер жеке компьютермен жасақталған. Ақылды көмекші қандай да бір ереженің бұзылғанын мониторға бірден шығарып береді. Мысалы, қазір қарап отырсақ, 37-ші бағыттағы автобустар мына көк светте олар нарушениесі жүреді. Мысалы, жаңағы қызыл, если линиядан шығып басқа жақ кетіп қалса, ол свет уже қызыл свет болады. Біз солар арқылы кішкене маршрутпен тез таба аламыз. Әр жүргізушіге мынандай жеке дара карта беріледі. Мұнда жүргізушінің аты жөні, жеке нөмірі сынды ақпараттар жазылған. Картаны смарт көмекшіге салғаннан кейін жүргізуші өзіне ыңғайлы тілді таңдап, берілген бағытты енгізіп, сапарын бастайды. Жүргізуші көмекшісі көшедегі кептелістерді ғана көрсетіп қоймай, жалған немесе уақыты өтіп кеткен жол жүру карталарында автоматты түрде анықтап береді. Карточканы тықпаса, жаңа арнайы өзінің водительдің көмекшісі бар, оған неге сұқпаса өзінің арнайы орнына, ол бізде көрмейді. Біз тағы да водитель нарушение жасаған жағдайда біз водительмен жаңағы сөйлесе аламыз. Жаңа водитель көмекші арқылы өте ыңғайлы, оны водитель нөмірін іздеп, телефонын іздеп біз жүрмейміз. Сразу өзіміз ыңғайлы, өзіміз сразу хабарласа аламыз. Егер Алматыны тірі организм ретінде қарастырса, онда оның көшелеріндегі қоғамдық көліктерді үнемі ағза бойын айналып жүретін қан деп санаса болады. Ал жүрегі осы диспетчерлік орталық. Себебі дәл осы жерде барлық қоғамдық көліктерге бақылау жасалып, мониторинг жүргізіліп отырады. Қазіргі кезде қаламыздағы қоғамдық көліктер арнайы жүргізуші көмекшісімен жарақталған. Осы аппараттың арқасында диспетчерлік орталықтың жұмысы анағұрлым жеңілдеді. Ол жүргізушілерді күніне 24 сағат үзіліссіз бақылауға септігін тигізіп жатыр. Сонымен қатар еш қатесіз дәлме-дәл ақпарат береді. Электронды көмекші қолданысқа енген кезде жүргізушілердің дені құрылғыны түсіне алмай, сансырап қалған еді. Ал қазір оның ыңғайлы екенін түсініп, барлығы уақыты мен қойылған талап бойынша жұмыс істеп жүр. Егер біз бұрындары жүргізушілердің ереже бұзғанын сол автопарктың диспетчерлеріне арнайы хат жіберіп айтқан болсақ, қазір осы көмекшінің арқасында біз бірден жүргізушінің өзіне хабарласып, ескерте аламыз. Компьютердегі ақпараттар мына үлкен экранға шығып тұрады. Мұнда қызылмен белгіленген сызық автобустың бағыты, ал оң қапталдағы тізімдер автобустар арасындағы интервалды. Жүргізушілер туралы анықтамалар көшедегі кептелістердің қаншалықты екені көрініп тұрады. Бұл ақылды шешім қала тұрғындарының қауіпсіздігі үшін жасалған. На сегодняшний день мы обслуживаем... Қазіргі кезде аталмыш аппарат орнатылған қоғамдық көліктер барлығы тәртіппен өз жұмыстарын атқарып жүр. Егер де тұрғындар тарапынан түскен шағымдар болса, біз оны бірден автопарк басшыларына жібереміз. Олар жүргізушімен жеке сөйлесіп, неліктен ондай қадамға барғанын анықтап, тиісті шараларын қолданады. Бірақ мәселенің анық-қанығына жетпей жатып, жұмыстан қуылмайды. Осы құрылғы көліктерге орнатылғаннан бері заң бұзушылықтар анағұрлым азайды. Каждую жалобу, то есть каждого нарушителя. Маманның айтуынша, осы ақылды құрылғы орнатылған қоғамдық көліктерге мүлде шағымдар түспейді. Ал жекеменшік автобустар қала көшелерінде жол ережесін бұзып, уақытылы жүрмейді екен. Салдарынан тұрғындар осы орталыққа хабарласып, шағымдарын айтатын көрінеді. Алдағы уақытта электронды жүргізуші көмекшісі ақылды қаладағы барлық қоғамдық көліктерге орнатылса, жүргізушілер жұмысы жеңілдеп, тұрғындар өмірі анағұрлым қауіпсіз болар еді. Ақылды аппараттардың автобустарға орнатылғаны ең әуелі тұрғындарға ыңғайлы болып тұр. Енді қоғамдық көліктер бұрынғыдай бір-бірімен жарыспайды. Орнатылған тәртіп бойынша жұмыс істейді. Мұндай инновациялық шешім Алматының смарт қала екенін көрсетеді. Әзірге осы ақылды қалада қайта кездескенше аман сау болыңыздар.